Тоңазытқыштағы бауырды қалай пайдаланарыңызды білмей жүрсеңіз, осы тағамды жасап көруді ұсынамын. Өте дәмді және бауырдың дәмі қатты білінбей қалады. Балалар да таласып жеп қояды. Өзім бірінші рет жасап көріп, өте қатты ұнағандықтан сіздермен бөлісуді жөн көрдім. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ең алдымен бізге 500 грамм немесе одан да көп болса болады бауыр қажет. Кішкене тұз себеміз, қара бұрыш себеміз, жарты қасықтай паприка қосамыз, 2 ас қасық ұн қосамыз және жақсылап араластырып аламыз. Ең алдымен картопты дайындап алып, картопымызды қуырып, артынан бауырды қуыратын боламыз. Картопымызды да осылай 4 бұрыш етіп турайтын боламыз. Менде 4-5 орташа картоп, сіздер өз қалауларыңызша қуырсаңыздар болады. Қызып тұрған майда, майымыз кішкене молаңдап болуы қажет. Қызып тұрған майда қуырып алатын боламыз. Сәл қызарып, кішкене шеттері қоңырқайланған кезде картопымызды майдан сүзіп аламыз. Картопымызды қуырып алған соң артынан жаңағы маринадтап қойған бауырымызды қуырамыз. Бауырды да осылай арасын ашып жіберіп майда қуыратын боламыз. Бауыр өте тез пісетіндіктен, осылай қызарғанша бір-бір сапырып алсаңыздар жеткілікті. Осылай сүзіп аламыз. Бауырымыз да дайын болды. Енді шетіне пияздан салат дайындайтын боламыз. Яғни пияз, көк пияз және қара бұрыш, тұз себу арқылы жаңа жеңіл салат дайындаймыз. Бірақ жаңағы бауыр мен картопты қосып жегенде өте дәмді болады. Қызыл пияз қоссаңыздар тіпті әдемі болады. Менде бар осы ақ пияз болғандықтан осындай салат дайындадым. Кішкене паприка қостым, жарты шай қасық, тұз және қара бұрыш. Енді бір тағамымызды осылай үлкендеу табаққа салып әдемілейтін боламыз. Барлығын бірге араластырып жіберсеңіздер де болады. Олай да дәмді болады. Осылай шетіне пияздармен әдемілеп, тағамымыз жеңіл дайындалады және өте дәмді. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, арнаға тіркеліп отырыңыздар. Астарыңыз дәмді әрі берекелі болсын.